видеоны бастамастан достар, мына Бахтияр Айтжан деген каналға жазылып кетіңіздер. Ода бір подписчик достар. Міне осындай ойындар түсіреді. Соның дейді. Knaf Hit Суды серфс басында түсіреді. Осы Бахтияр Айтжанның каналына жазылып кетіңіздер. Ал біз видеоны бастаймыз. Мінекей Майнкрафт бүгін. Бүгін достар Майнкрафт 8-ші бөлімін ойнаймыз. Оны видеоны түсіріп жүрмін. Әрине видеолар тез шығып жатыр дейсіздер. Бірақ әлі 10-ші бөлімде сіздер 10 лайк жинасаңыздар ғана шығады. Бірақ 10 лайк жинауға тырысыңыздар достар. 10-ші бөлім қызықты болады деген ойдамын. Не істеуге болады достар? Осы мен Майнкрафтқа кіргенде ойланып қалам. Не істеуге бола ма деп. Ağaçlar gördüğünüz dostlar. Ağaçlar örtese birden bir өртеніп кетеді. Сосын мында ағаштар болмайды, жарты ағаштар. Жоқ ашық тұрады. Өртеніп жатыр.
Tablичка aldık dostlar. Bunda jaz koyu gerek. Koyuldu da. Tablичка. Үйде отырғанда не болады? Dostlar, әрине жаңбыр бітті, жақсы болды. Әйтпесе бұжырлап кетті.
Не болады екен достар, мини деуге болады. Шахта болса аяқтан қазасын. Я достар, шахта болады. Жоқ. Асты су бұның. Шахта боламайды достар. Өйткені бұның асты су екен, мен білем. Бұның асты су. Анадан өткен қаздым. Түнде қараңғы болмасын деп жарықтандырып. Бітті фазе. Достар, міне піскен ет. Көрдіңіздер ма? Күйдірсем. Енді күйдіріп көрейін, бірақ олар суға түсіп кетуі мүмкін. Ар жағына болу. Қаш. Міне достар, тағы да піскен ет. Көрдіңіздер ма? Лайфхак істейді. Ол. Өзім өтінатым достар. Міне достар, видеоны осымен аяқтаймын мен. Бүгін сіздермен болған мен Алик KZ. Бүгін біз Майнкрафттың 8 бөлімін түсірдік.
сау болыңыздар.